Ертеде Ұрым шаһарында Әріп Сұлтан деген патша болыпты. Оның Малике деген сұлу қызы бар екен. Әкесі дүние салған соң алтын таққа қызы отырады. Бірақ патшайым өзіне лайықты бірде-бір жар таба алмапты. Бір күні патшайым шартарапқа бүйдеп жар салады. Кімде-кім жан сарайымдағы мың сұраққа мүдірмей, кідірмей жауап берсе, соған тұрмысқа шығамын. Ел басқару тізгіні соның қолын өтеді. Жауап бере алмай қиналса, көзінің оты сөнеді, иығынан басы кетеді депті. Ертесіне жер жаһаннан оқымысты ғұламалар сарайға ағылып бастайды. Бірақ бәрі де сыннан сүрініп, сұраққа мүдіріп, зынданнан бірақ шығады. Жер бетіндегі ғалымдардың саны күннен күнге азая беріпті. Күндердің күні болғанда, ай тоғысып толғанда, Түркістан шаһарынан Әбілда есімді ғалым Ұрымды бетке алып, сапарға шығыпты. Ұрым мен Түркістанның арасы 40 күншілік жол екен. Ол дария кешіп, тау асып, әбден ашығып, күнге тотығып, желге қақталып, жабайы аңмен алысып, қарақшылармен жолысып, әрең дегенде патша сарайына жетіпті. Малике оны көргенде білімі таяз көп ғалымдардың бірі деп ойлайды. Алыстан әрең жеткен жолаушыға төрден орын да бермей, сұрақтың астына алады. Қайдан келесің? Әлімсақтан келем. Қайда барасың? Ілемәканға барам. Қайда тұрақтайсың? Қабірге тұрақтаймын. Не жейсің? Ел жұртымның қамын жеймін. Пейіште не нәрсе жоқ? Құдайдың қазасы мен жазасы жоқ. Адамды кедейлікпен қорқытатын кім? Сайтан. Ол жүректен жай алады. Ойдың арнасына тұмсығын тығады. Жүрек иесі ғапыл болса, көңілдегі нұрлы ойды сорып алады. Оның орнына бүйдеп уәс-уәс салады. Жылдық зекетіңді беріп тыныш отыр. Күнәң көбейсе өлерде бір қажылыққа барарсың. Мейірімді Алланың кешпейтін күнәсі, жарылқамайтын қолы жоқ. Заманың түлкі болса тазы боп шал. Дін тарату, адасқан жұртты жолға салу пайғамбардың ісі. Хикмет жаю әулиенің міндеті. Оларға ұқсауға тырыспа. Құр босқа өсек келінесің. Досың күлет, дұшпаның табылай. Адал адамға мал бітпей. Кедей кепшік қайыр сұрай. Құр босқа дүниең шашылып, кедей боласың. Бала шағаң аштан өледі. Пайғамбарымыз бір істі бұйырды. Ол һәм дүние, һәм ақирет азығы. Ол не? Алланы көп зікір ететін дәруіштердің сұхбатынан қалмау. Жұмыс істесе де, істемесе де, шаршап жүретін пендені Құдай Құранда қандай хайуанға теңеді? Итке. Үстіне жүк артсаң да, жүк артпасаң да, тілі салақтап жүреді. Қай киімнің қалтасы жоқ? Кебіннің қалтасы жоқ. Төрткүл дүниенің байлығын иеленсең де, ақыретке бір сабақ жіп алып кете алмайсың. Адамның өліп, ақиретте қайта тірілуін еске салатын не нәрсе? Құрт пен көбелек. Алманың ішіндегі құрт ұшамын деп ойламай. Өз кебінің өзі тіккенін сезбей. Бірақ өліп қайта тірілгенде көбелек болып ұшады. Ақыр заманға дейін өзгермейтін не? Ол киелі нұр ардағын кәләм шәріп Құран кәрім. Бір әрпін 70 мың періште қорғайды. Аңдап оқыған, діліне тоқыған жанға Алланың берекетімен шұғыласын жолдайды. Аятына амал қылған кісінің мұрат мақсатын оңдайды. Күндіз түні хақтың әмірі мен мейірін толғайды. Құранның басы не? Құранның басы ғұсыл дәрет. Бұл амал аяттың жүрекке дарып көңілге терең орнығу үшін керек. Ғұсылсыз қадам баспағын. Әйтпесе періштелерді қуарсың. Дүниені арам қыларсың. Құранның қойнауына сүңгігенде тазалықтық қадірін ұғарсың. Бойыңды әргез кірмен ластан аулақ ет. Ойыңды көркейтіп, ел жұртыңды баурап өт. Құранның жүрегі не? Ясин сүресі. Момындардың екі дүниелік үлесі. Ауру дертке ем болар. Оқса жолың оңғарар. Шексіз шипаның қайнары, жын шайтанның жолын кесер айбары. Күніне 40 мәрте оқса, жын ектеген жан дертінен айғат. Шарапат берекеті оқылған үйдің төрінен босағасына дейін жайылады. Ясиннің нұры найзағайдай жарқылдайды. Хикметін жүрегіңе сіңірсең, шаңырағыңнан ырыс береке сарқылмайды. Құранның анасы не? Құранның анасы Фатихадыр. Фазилеті пәниден бақиғадыр. Беташар сүре деп момындар әспеттейді. Жаттаған жанның жадынан еш кетпейді. Әр әрпі алтыннан қымбат, әр аяты түпсіз терең жұмбақ. Бүкіл өзен мен көлді сия қылып,
қаламға құйып жазса да сырына жетпес. Барлық тағат ғибадаттың басынан кетпес. Оны түркі жұртында бата деп дұға тілекке де балайды. Бати қалған кісінің сапары сәтті болады деп санайды. Құранның қанаты не? Қанаты аятүл күрсі. Оның аты лаухыл махфузда бар. Есіме алсам, елжіреп тебіренем. Тәңірдің шексіз шапағатына еміренем. Бұл түскенде ібіліс еңіреп жылаған. Екі көзінің қанды жасқа бұлаған. Үміті мен сенімін өрт шалып құлаған. Шарапаты Алланы көңілде бірлейді. Оқығанның жан сарайы гүлдейді. Жан сарайына шайтан бас сұғалмайды. Сиқырмен тіл, көзбен сұқтан қорғайды. Үздіксіз айтсаң, екі тойың қабат болар. Ақыретің абат болар. Бақыт пен береке қоса дариды. Сырқат адамға оқып дем салса жазылады. Жүрегінен хикметтің бұлағы ағылады. Құранның өзі киер тәжі қайсы? Бұл тәжің тәбәрәк дүр. Қадір қасиетін бағалап біл. Дәмтүзі таусылған адамды жақындары жер қойнына табыстайды. Содан кейін бейт басында осы сүрені бағыштайды. Өйткені бұл пендені қабір азабынан сақтайды. Мүңкір-нәңкір сұраққа алғанда жерден беріп жақтайды. Тағы бір атын мүлік деп те атады. Ғұмырында ықыласымен оқығандар нұр ішінде жатады. Құранның құйрығы қайсы? Сүренің аты ықылас. Бұл Құранның құты, рас. Қайта-қайта оқыса татпасқан жүрекке ем. Сауабы Құранның 3/1 тең. Иманына серік болса қабірі кең. Сан мәрте айтсаң көсеген көгірек. Тәубаға тастай бексең көңілің шапағына бөленеді. Үйге кіргенде үздіксіз қайталасаң фақырлық жоғалады. Баққысы басыңа оралады. Сапарда жүріп тілге алса Алла тағала отбасына қорған болады. Тілеместен ырзық пен несібесі жолдан болады. Құранның байланар қазығы қайсы? Ол Бақара сүресінің аяты. Әмәнә Рәсулу ел аузындағы жаяты. Сол үшін аманатты сақтаушы құлып сияқты. Қанша тәпсірлесең де таусылмас тұнық сияқты. Құранның тиянағы мен қазығы бұл. Қанша дәмін татсаң да сарқылмас азығы бұл. Пайғамбарым миғражда естіп балқыған. Мүбәрәк лебізі жүрегін шарпыған. Мұны оқыса көңілінен нұр толады. Иба әдебіне сыр қонады. Арзу тілегі орындалады. Тынбай зікір етсең, періштелер қолыңды алады. Сен айтқан аяттардың шарапаты жүрекке қайтсе орнайды. Ей ханшайым, оның да көп шарты бар. Пайғамбардың бізге айтқан сүндеті мен салты бар. Ол пенде Құранды оқығанда тәубе қылып, күнәсіне өкінсін. Көңілінің қаралығы мен жүрегінің кірлерін кетірсін. Көз жасы аққанда маржандай төгілсін. Әрбір күні мен түні ықылас пен ынтамен өрілсін. Күнәсіне шын күйінгенде бауыры өртенгендей налсын. Тағат пен ғибадатта бойын бүкпей, күш қайратын жанысын. Хақ Расулдың өсиеті мен алдымен нәпсісін барлап танысын. Содан кейін Тәңірінің қазынасын табуға талпынсын. Ораза ұстап, құмарлығын тыйып, жүдеп жадап сарқылсын. Қиянат пен ғайбат сөзден, бейберекет әңгімеден тартынсын. Міне, сондай жанға ғана аяттың нығметі қонады. Шын ниетімен оқығанның діліне сүрелердің берекеті толады. Бұл сөзінді арам ниет, дүмшелер мен жалған сопылар ұқпайды. Олар Құранды қанша оқыса да ешбір фәзилеті жұқпайды. 5 нәрсе адаммен бірге қабірге ілесіп барады. Екеуі үйіне кері қайтады, үшеуі мәңгілік серігіне айналады. Ол не? Үйіне қайтатын екеуі, марқұмның табыты мен оранған кілемі. Мәңгілік жолдастары, оранған кебіні, жасаған амалы, сенген иманы. Не нәрсе көкте демес, жерде демес, құпия сырын бұл жалғанда ешкім білмес. Ол Қағбадағы қара тас. Таң намазы кімнен қалды? Адам ата мен Хауанадан қалды. Екеуі пейіште жүргенде қараңғы дегенді білмейтін. Себебі пейіште үнемі жарық болып тұрды. Пейіштен қуылып жерге түскенде айнала қара түнек еді. Екеуі жер бетінде жарық болмайды екен деп қайғырып қорқытты. Уақыт айналып таң қылаң бергенде екеуі қуанып кетті. Шаттықтан Тәңірге шүкірлік айтып, 2 мәрте сәждеге бас қойды. 5 намазы кімнен қалған? Ибраим пайғамбардан қалған. Тәңірісі оны сынап жалғыз ұлы Исмағұлды құрбандыққа шал деп бұйырды.
Ыбырайым баласын ертіп тауға шыққанда күн шақырайып төбеге көтерілген. Ыбырайым сыннан сүрінбей өтті. Соңғы сәтте Алланың әмірімен көктен көк қошқар түсті. Ұлының аман қалғанына қуанған Ыбырайым Тәңірге шүкірлік етіп 4 мәрте сәждеге бас қойды. Екінті намазы кімнен қалды? Жүніс пайғамбардан қалды. Бірде Жүніс пайғамбардың еліне тигізген соң, үшінші бас намазын өтеуге қиямға тұрды. Бір кезде пейіштің әсем нығметтерін тағы бір мәрте көргісі келіп, көзін ашып қалғаны сол еді, тамұқта күйіп жатқан Әбу Жәһілді көріп шошып кетті. Намазда ұстаған қолы түсіп кетті. Намазын бұзып алмайын деп, қайтадан тәкбір айтып, құнут дұғасын оқи жөнелді. Кейін осы оқиғаны серіктеріне айтып берді. Үтір намазы осылайша намазға енді. Не себепті сәжденің бірі парыз, бірі уәжіп? Адам топырақтан жаралған соң періштелермен ілім сайысына түсті. Сайыста жеңілген періштелер адамға сәжде жасады. Тек Ібліс қана адам топырақтан жаралды, мен оттан жаралдым деп, сәжде етпей қырсығып тұрып алды. Сол кезде ол Алланың дәргейінен қуылып, малғұнның кейпіне енді. Періштелер сәждеден бас көтергенде ұсқынсыз Іблістің қарғыстан қарайған түрін көріп шошып кетті. Сол сәтте Аллай өзің сақтай көр деп, сәждеге екінші мәрте құлады. Намазда оң жаққа, сосын сол жаққа қарап, сәлем беру кімнен қалды? Адам ата пейіште жүргенде дүниеге тарайтын ұрпақтарымды көрсем болама деп Аллаға арыз етті. Жаратушы Рахман Адам атаның белінен оның қияметке дейін таралатын бүкіл ұрпағының тұқымын құдіретімен суырып алды да кеңістікке шашып жіберді. Самсаған сансыз рух аспан әлеміне сыймай кетті. Тәңірі адамға оң жағыңа қара деп бұйырды. Адам ата оң жағына қарап еді, жүзінен нұр тараған момын ұрпағын көрді. Оларға сәлем беріп, сендерге Алланың рахметі жаусын деді. Тәңірісі, енді сол жағыңа қара деді. Адам ата сол жағына қарап еді, қиянаттан көз ашпаған қара ниетті ұрпағын көрді. Олар қорлықпен жәбір тартып тұр екен. Жүрегі солқ етіп тұла бойы дірілдеп кетті.
Бірақ оларға мейірімі оянып, сендерге де Алланың рахметі болсын деді. Тәңірі адам атаның бұл ісіне риза болды. Неге оларға рахмет тіледің? Олар қара ниетті залым ұрпағың емес пе? Деді. Сонда адам ата, уа Тәңірім, олар қанша жерден залым болса да іштен шыққан шұбар жылан ғой. Оларға да мейіріміңді төге көр деп тіледі де, олар үшін 3 рет астапыралла деп дұға жасады. Сондықтан намазда 2 иыққа алма кезек сәлем беріп, күллі адамзаттың амандығына дұға жасау адам атадан қалған өнеге екен. Не себепті намазда отырғанда сұқ саусақты көтереді? Періштелер адамға сәжде жасағанда Әбіліс қасарсып тұрып алды. Сол кезде Тәңірі тағала қаһарланып, менің дәргейімде кібірлерге орын жоқ деді. Сосын Әбілісті дәргейінен қуып шығуды Жәбірейілге тапсырды. Періштелер бұл кезде адамға сәжде етіп жатқан еді. Жәбірейіл басын көтеріп Әбіліске сұқ саусағын шошайтты. Өзге періштелер де Жәбірейілге ілесіп сұқ саусағын шошайтты. Сол сәтте Әбілістің мойнына қарғыс қамыты киіліп, Тәңірдің дәргейінен қуылды. Осыдан соң намазда отырғанда Әбілістің бүкіл ісін әшкерлеу, оған сұқ саусақты қадау бізге үлгі болып қалды. Рукуға тұру кімнен қалған? Ибраим пайғамбардан қалды. Намұрт патша өзін құдаймын деп жарияға жар салды. Маған табынып сәжде етіңдер деп бұйырды. Ибраим пайғамбар оған иілік берді. Намұрт оның басын ию үшін мынадай қулық ойлады. Сарайының есігін бұзып, адам белімен бірдей етіп жасады. Бір күні халықты сарайына жинап, Ибраимды қонаққа шақырды. Ондағы ойы мынау еді. Ибраимның есіктен иіліп кіргеннен жұртқа көрсетіп, міне, Ибраимда менің дәргейіме басын иіп, тәуетіп кіріп келе жатыр деп мақтану еді. Алайда Ибраим қулығын асырды. Ол тапал есіктен еңкейіп өтіп жатып, 2 қолын тізесіне қойды да 3 рет Тәңірді мақтап, тәсбих айтты. Сосын тігінен тұрып, барша құрмет пен мадақ ұлы Аллаға тән. Жаббар ием, өзіне мадақ айтушы құлдарын ести берсін деді дауыстап. Мұны көрген Намұрттың қаны басына шапты. Қаһарланып оны отқа өртейтін болды. Бірақ Құдайдың құдіретімен Ибраим отқа жанбады. Ибраимның осы амалы кейінгі момындарға үлгі болып қалды. Әт-тахият дұғасы қайдан қалды? Ол Миғраж түні Хақ тағала Әзіреті Мұхаммед пайғамбар және Жибрейіл періштенің әңгімесінен шықты. Хақ Расулы Миғражға самғап Тәңірдің дәргейіне барғанда жаратқанға құрмет көрсетіп, «Әт-тахияту лиллахи вассалавату ваттайибату» деді. Тәңірсі оны қарсы алып, «Ассаламу алейку айюхан набию ва рахматтуллах ва баракатух» деді. Пайғамбар қайтадан «Ассаламу алейна ва аля ибадис салихина» деп Алланың сәлеміне жауап берді. Жаббар Хақ пен оның хабибінің сөйлескен сөзіне тебіреніп кеткен Жәбірейіл періште «Ашхаду алла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расуллуху» деді. Осылайша әт-тахият дұғасы дүниеге келіп, намазда оқылатын болды. 5 уақыт намаздың ишарасы қайдан қалды? Ұлық Алла ең әуелі Әзіреті Мұхаммедтің нұрын жаратқан соң, оны 4 бұтақты бәйтеректің үстіне салтанатпен қондырады. Оның басына ләулік тәжін кигізді. Сол кезде нұр Тәңірге тағзым етіп, 5 рет сәждеге бас қойды. Кейін бұл ишара 5 уақыт намаздың негізіне айналды. 30 күн ораза ұстау кімнен қалған? Адам ата мен Хауанадан қалды. Екеуі пеште тыйым салынған бидайды жеген соң жерге қуылды. Алайда бидайдың қалдығы асқазанда қорытылмай жатып қалды. Тәңірі оларға ораза ұстауды бұйырды. Екеуі 30 күн ораза тұтқанда бидай толық қорытылып, бойлары арамастан тазарды. Әуелде арам болып, кейін адаласқа айналған жеміс қайсы? Ол бидай дәнек еді. Әуелде Тәңірісі Адам ата мен Хауананың оны жеуіне тыйым салды. Сол себепті бидай арамасқа айналды. Жерге түскен соң Жибрейіл періште бидайдың дәнегін әкеліп берді. Оның адам ұрпағы үшін адал асқа айналғанын айтты. Дәрет алу кімнен қалды? Адам атадан қалды. Тыйым салған бидай кеңірдегінен өткен соң Ібіліс адамның жұтқыншағын мекеніне айналдырып алды. Адам ата Тәңірді зікір етейін десе, көмейінен шыққан сөзге Ібіліс кедергі келтіріп, дыбысын сыртқа шығармады. Адам ата не істерін білмей тұрғанда Жибрейіл келіп, тамағыңды сумен 3 рет шай деді. Адам ата тамағын шайып еді, Ібіліс амалсыз мұрнына тығылды. Жибрейіл, мұрныңды шай деп бұйырды. Адам ата мұрнын 3 рет шайып еді,
Iblis betine жабысып жатып алды. Адам бетін 3 рет шайып ет, Iblis оның оң білегіне жармасты. Адам ата оң білегін жуған кезде Iblis қашып сол қолына ауысты. Адам ата сол қолымен білегін жуды. Iblis шегініп адамның мойнына отырды. Адам ата мойнын жуып еді, ол қашып барып құлағына тығылды. Адам ата сумен құлағын шайды. Ол жерге де тұрақтай алмай шайтан шаштың ішіне жасырынды. Адам шашына мәсіх тартқанда, Iblis адамның оң аяғына жабысты. Оң аяқты жуғанда сол аяққа қашып барды. Сол аяқты жуғанда ғана Iblis'тің адам денесінен паналар жері қалмай қаша жөнелді. Осыдан бастап, адам атаның дәрет алу үлгісі бізге өнеге болып қалды.